Қайырлы күн, құрметті ұстаздар. Бүгін сіздерді миллион кімге бұйырады әдісімен таныстыратын боламын. Осы видеоның соңына дейін қарап өтсеңіз, сіздерге дайын шаблондарды тегін сыйға беретін боламын. Бұл әдіс оқушыларды жылдамдыққа және оқушылардың қызығушылығын арттыру үшін қолдансаңыздар болады. Сонымен қатар сабақты бекіту кезінде қолдансаңыз өте керемет. Енді осы әдісті қалай қолдану керек жолын түсіндіріп өтетін боламын. Мінекей осылай өзінің ерекше даусымен осылай басталатын болады. Енді қараңыздар, автомат түрде осындай деңгейлер шығады. Бұл жерде әр деңгейдің өзіне арналған сұрақ жауаптары бар. Мінекей $100 үстінен бассаңыз, осылай экранда оқушыларға арналған сұрақ жауаптар шығатын болады. Абай Құнанбайұлы қай жылы дүниеге келді дейді. Егер оқушы дұрыс жауап беретін болса, жасыл жанады, ал егер бұрыс жауап беретін болса, онда қызыл жанатын болады. 1845 дұрыс жауап. Енді ары қарай екінші сұраққа өтеміз. Екінші сұраққа өту үшін мына жерде 200 деген бар. Үстіне бассаңыз, осы 200-дің сұрағы автомат түрде осылай шығатын болады экранға. Кел балалар оқулық өлеңінің авторы кім дейді? Осы жерден қазір бұрыс жауап беретін болсақ, қызыл жанатын болады. Мінекей. Егер дұрыс болатын болса, осылай жасыл кнопка жанатын болады. Ары қарай кеттік. Келесі сұраққа өту үшін 500-дің үстінен басамыз. Басқаннан кейін осылай бізде автомат түрде сұрақ жауап шығатын болады. Жасымда ғылым бар деп ескермедім деп қайғырған ақынды атаңыз дейді. Дұрыс жауап болатын болса, онда осылай жасыл кнопка жанатын болады. Сабақтарыңызды міндетті түрде қолданып көріңіздер. Әр пән өзіңізге пәнге арналған сұрақтарды көшіріп алып келіп, немесе осы PowerPoint бағдарламасында жасап алсаңыздар болады. Мінекей мына жерде деңгейлерді өзгертсеңіз болады. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша мына жерге басқа жаңағы сөз алып келсеңіз болады, жазсаңыз. Сәттілік деген өзгертуге болады. Келесі бетке барайық. Мына жерде Абай Құнанбайұлы қай жылы дүниеге келді дейді. Сұрақты кетіріп тастап, өзіңіздің сабағыңызға қатысты сұрақ жауапты осылай жазсаңыз болады. Ары қарай жауаптарын жазсаңыз болады. Мына жерге барлығына өзгерістер енгізуге болады. Мына жерді жаңа 50 дедік. Мына жерде 50 деп өзгерісіп кетеміз автомат түрде. Келесі бетін осылай. Әр қайсысын, әр бетін өзгертіп алуға болады. Осы дайын шаблонды алу үшін осы видеоның астына Telegram каналдың сілтемесін тастадым. Сол сілтемеге кіріп, тіркеліп, осы дайын шаблондарды компьютеріңізге жүктеп алып, сабақтарыңызда міндетті түрде қолданып көріңіздер. Кәделеріңізге жарасын. Осы видео пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда тағы да пайдалы ақпараттармен міндетті түрде бөлісіп отыратын